Бестөбеде тоқтап тұрған кеніштің қызметкерлерін жұмыспен қамту мәселесі біртіндеп шешіліп жатыр. Компания әр қызметкеріне ерекше көңіл бөлуде. Олардың біліктілігін ескере отырып, елдегі тау-кен өндіруші компанияларда бос жұмыс орындарының болуына байланысты бірнеше мүмкіндіктер ұсынып отыр. Кеніштің кеңсесінде бестөбеліктерге 19 маусымнан бастап бос жұмыс орындары ұсынылып келеді. Жұмысқа қабылдауды Степногорск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары және Қазақ алтын серіктестігінің, Алтын алмас компаниясының, Қазақмыс корпорациясының өкілдері жүзеге асырады. Қазақмыста негізгі мамандықтар бойынша ұсынылатын жалақы Бестөбе кенішіндегіден 2-2,5 есе, Алтын алмаста 40-50%-ға жоғары. Дегенмен Бестөбе тұрғындары бұл ұсыныстарды қабылдауға асығар емес. Қызметкерлердің бір бөлігі Бестөбеде қалып, шахтаны қалпына келтіру жұмыстарына қатысуға мүмкіндігі бар. Өзгелері республика бойынша кәсіпорындарда вахталық әдіспен жұмыс істеуді таңдай алады. На время простоя жұмысшылар тоқтау кезінде 2 жыл бойы орташа жалақы алды. Жұмыста болған кезекшілер де орташа жалақы алатын. Олар нысандардың қараусыз қалмау үшін қызмет көрсеткендер. Кәсіпорын өз қызметкерлерін назардан тыс қалдырмайды. Шахта 2 жыл бойы тоқтап тұрса да, біз жұмысшыларымызға қамқорлық жасаймыз. Оларды жұмыссыз қалдырғымыз келмейді. Сондықтан осындай бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылды. 3 аптаның қорытындысы бойынша шараға 800-ге жуық астам адам қатысты. Оның 7-еуі Алтын алмасқа көшуге дайын. 52 қызметкер Қазақмысқа жұмысқа орналасуға ниет білдірді. Сондай-ақ жұмыстан шығуға ниет білдірген қызметкерлер 4 орташа жалақы көлемінде бір реттік өтемақы алады. Бүгінде бұл нұсқаны 330-дан астам адам пайдаланған. Осы рудникте туып өстім. 35 жыл осы екінші шахта істедім. Сосын бердің үстіне шықтым, приемщик болып. Міне енді 2 жылдан аса өздеріңіз білесіздер, жұмыс тоқтап қалды. 2 жыл бойы Алтын алмас біздің еңбегіміз төледі. Мынау жұмыс басталайын деп жатыр дейді. Соған өте қуанышты болып жатырмыз. Сол бәрі жақсы ғой, мысалға. Ертең міне көп жастарымыз жұмыстан шығып қалып жатыр. Мысалға ертең откачка су бәрі басталса, сондықтан ол жұмысшылар қайтадан орнына келеді деп ойлаймын. Отработал более 35 лет. Мен шахтада 35 жылдан астам тау-кен саласында жұмыс істедім. Соңғы 8 жылда желдету қызметімен айналыстым. Қазіргі уақытта біз шахтаны іске қосу бойынша жұмыс істеп, қалпына келтіруді бастап жатырмыз. Барлық адамдар жұмысқа баруға дайын. Бәрі мұны көптен күтті. Бестөбе кентінің жұмысы 2021 жылдың шілде айынан бастап тоқтады. Ауылдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге тырысқан Алтын алмас серіктестігі осы уақыт аралығында жұмысшыларға орташа жалақы төлеп келеді. Сонымен қатар серіктестік ауылдың әлеуметтік экономикалық жағдайын сақтауға көмектеседі. Кентті абаттандыру әкімдікпен, жергілікті тұрғындармен бірлесіп атқарылып келеді. Лаура Дәулетбек, Василий Павледи, Дархан Мұжыбаев, Көкше ақпарат.